Сауда орталығына кіріп бара жатқанда кенеттен динамик қосылып бір оғаш ереже жарияланды. 3 минуттың ішінде бірінші қабаттағы холлға жетпегендер сол жерде өледі. 3 минут өткен бірінен соң бірі адамдар қоршаудан асып түсіп көздері жансыз күйде жерге құлай бастады. Біз сияқты бастапқыда бірінші қабатта болған тірі қалғандардан басқа бүкіл ғимаратта дерлік тірі жан қалмады. Мен телефонымды алып полицияға хабарласайын деп едім, бірақ мүлде сигнал жоқ екен. Оның үстіне біраздан кейін есіктер де үнсіз жабылып қалған. Сауда орталығының іші өлі тыныштыққа толды. Назар аударыңыздар. Сауда орталығының ережелері төмендегідей. Бірінші, сауда орталығы аумағына өз бетінше шығуға болмайды. Әйтпесе сол жерде бірден өлесіз. Екінші, бұл сауда орталығында барлығы 30 дүкен бар. Кез келген дүкеннен сатып алып жатсаңыз, бір шеге аласыз. 2 сағаттың ішінде 4 шек жинауыңыз керек. Үшінші, әр дүкеннің жұмыс істеу тәртібі әртүрлі. Қауіп пен мүмкіндік қатар жүреді. Абай болыңыз. Бір дүкенді қайта-қайта сатып алуға қатаң тыйым салынады. Бесінші, бір дүкенде кезек тұрып нөмір алу керек. Кезек барысында кетуге болмайды. Сондай-ақ басқа клиенттеріне немесе дүкен қызметкерлеріне шабуыл жасауға қатаң тыйым салынады. Жетінші, сатып алуын аяқтаған клиенттерге әлі сатып алмағандарға коммерциялық құпияны айтуға тыйым салынады. Сегізінші, 2 сағаттан кейін шығу есігі уақытында ашылады. 4 чек тапсырғандарға ғана тірі қалады. Динамиктен шыққан өткір ескертулерді тыңдап, мен еріксіз басымды көтердім. Айналада анда-санда жанып тұрған ондаған жарық тақташаларына қарадым да хабарлама бағана отырып дүкен іздеп сатып алуға кірістім. Аздап ойланып, назарымды бірінші қабаттағы сүтті шай бабылты дүкеніне аудардым. Мен кезекте тұрған кезде алдымда 10 шақты адам бар еді. Дүкен қызметкері жүзінде қалыпты күлкімен бірінші тұрған клиенттің алдына мәзір қойды. Қандай сусын қалайсыз? Клиент сәл ойланып таңдау жасай алмай тұрғандай болды. Соңында ең қарапайым үнжу қосылған сүтті шайға тапсырыс берді. Расында мұндағы қызмет өте жылдам екен. Сөйлесу аяқтала салысымен-ақ дүкен қызметкері сол сәтте-ақ сөренің ішінен бір стақан сүтті шайды алып клиентке ұсынды. Сосын абайлап, маған чекті бересіз бе? Сол сәтте қызметкер кенет қолын шапалақтап, ой, ұмытып кетіппін, сізге шайды бердім, бірақ үнжуді әлі қоспаппын. Осыдан кейін ол темір қыстырғышты көтерді. Бұл не дегеніңіз? деп үлгерді. Қызметкер жымиып клиенттің аузын күштеп ашып, әлгі темір шарды ішіне лақтырып жіберді. Әлгі адам бірден жерге құлап, денесі түріліп, жан ұшыра тырыса бастады. Осылайша көз жұмды. Қалған адамдар көздерін бақырайтып, болған жағдайға сене алмай тұрды. Үрей жүректі қысып бара жатты. Мен еріксіз бір қадам артқа шегіндім, бірақ ережені есіме түсірдім. Қызметкер бізге еш уақыт бермей, бірден екінші клиентке бұрылды. Таңдаңыз. Әлгі адам жұтынып, қолы дірілдеп әрең дегенде, мұздай лимон суын алаймын. Қызметкер басын қисайтып күлімсіреді. Өте дұрыс таңдау. Бұл біздің ең өтімді тауарымыз. Оның қолында үлкен мұз кесегі пайда болды. Ешқандай мүмкіндік берместен, қызметкер оны бірден адамның аузына тығып жіберді. Содан кейін де ештеңе болмағандай, баяғы сол бір қалыпты. Кезекте тұрған уақыт ерекше әрі ұзақ, ауыр сезілді. Ережеде әр дүкенде қауіп пен мүмкіндік қатар жүретіні айтылғанымен, мына мәзір тым ұзын екен. Егер тек бір ғана дұрыс жауап болса, оны табу үшін қанша адамның өмірін құрбан болу керек. Екінші клиент кезек келгенде ғана жағдай өзгерді. Біреуін таңдаңыз. Қатты қобалжыған ол байқамай үнжу қосылған сүт шай деп айтып қойыпты. Айтып қойған соң оның өңі қашып, бетін жауып алды. Қазір тағы да әлгі қызған темір шар шығады деп. Бірақ бұл жолы қызметкер әдеттен тыс әрекет жасады. Құттықтаймыз, сатып алу аяқталды. Қыз тірі қалды. Барлығы аң-таң болып қалды. Сегізінші клиент таңғалып алға шықты. Сәлеметсіз бе, не ішесіз? Маған да үнжу қосылған сүтті шай. Күтпегенде бәрі дәл солай жалғасты. Бір қызған темір шар оның өмірін бір сәтте қиып түсті. Одан кейінгі бірінші клиент дәл солай бір тұйық шеңберге түскендей болды. Мейлі жаңа су болсын, бәрібір де қате таңдау жасап, қызметкердің қолынан қаза тапты. Сүтті шайды қалай таңдау керек? Тірі қалудың жолы қайсы? Мен әлі ойланып келмесетіп, алдымда қыз қызметкердің алдына барып тұрды. Басқалардай абдырап емес, керісінше өте сабырлады. Қандай сүтті шай қалайсыз? Ол асықпай саусақтарының жеңіл қимылдарымен мәзірді қарап шықты да, бұл бақытырлық тәтті жеміс шайы. Мен аң-таң болып қалдым. Бұл не деген атау өзі? Өлім өмірдің арасында тұрып, осындай бір ерекше сүтті сүйкімді атауды таңдаған қалай? Бірақ күтпеген жағдай болды. Құттықтаймыз, тапсырма орындалды. Рахмет. Оның сабырлығы жағынан көрініс емес екен. Ол тірі қалудың жолын шынымен түсінген сияқты. Ал мен болсам ештеңе түсінбей тұрмын. Неге сол бұл бақытырлық тәтті жеміс шайы? Осы мен бір сәтке тұрып қалғаным бар еді. Қызметкер маған жымиып қарады. Сәлеметсіз, не ішесіз? Кенттің ішінде қорқынышқа жайып пайда болды. Сол сәтте жүрегім түрлі ойлар кенеп кетті.
Тырық ауылдың жолын тапқым келді, бірақ қайдан бастарымды білмей тұрдым. Бір ой жарқ ете қалды. Құдды бір құтқарушы жіпке жармасқандай болдым. Мен дереу мәзірді ақтара бастадым. Қайта тексеріп, ақыры өз жауабымды айттым. Чжешан Сяожун қара шайы. Қызметкер жай ғана жымиып, бірнеше секундтан кейін чек көз алдына сырғып түсті. Құттықтаймыз. Ішімдегі ауыр жүк түскендей болды. Мен дұрыс таптым. Сөйтсем тірі ауылдың жолы жай ғана көз алдымызда тұрған екен. Барлық жауап қызметкердің өзінде. Ол әрдайым бір қалыпты, бірақ механикалық сақтанысымен. Айтатын сөздердің ұзындығы әртүрлі болатын. Бізге тек сол сөздердің ұзындығына қарай сусындардың атауын таңдау керек болған. Бірінші клиентке қандай сусын аласыз дегенде, ол 6 сөз айтты. Демек, бұл қате болып шықты. Үнжі қосылған сүтті шай таңдағанда дұрыс жауапқа айналды. Ал менің алдымда қыздың саусақпен ишара жасауы артымдағы адамдарға белгілі болған. Сүтті шай дүкенінен шыққан кезде мені құтқарған қызға бардым. Ол мені құттықтады. Ережеде бәсекелестік туралы ештеңе айтылмаған, сондықтан мен бірігіп әрекет етуімізді айттым. Оның алдағы әрекеті есіме түсіріп, мен ойланбастан қолын қостым. Келістік, менің атым Чэнсе, ал менің атым Сен. Қысқаша ақылдасқаннан кейін біз келесі мақсатымызды таңдадық. Осымен оқиға аяқталды. Ұнаса лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын.